Шымкент қаласының экс-әкімі Ғабидолла Әбдірахымовтың үстінен қылмыстық іс қозғалды. Бұл мәліметті Алматы полиция департаменті растады. Ғабидолла Әбдірахымовтың үстінен азамат арыз түсірген. Іс бойынша өндіріс жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190 бабының 4 тармағы бойынша. Экс-әкім Инстаграмдағы өзінің жеке парақшасында мынадай жазба қалдырған. Өсек аяңға емес, нақты ресми ақпараттарға сенуге шақырамын деген екен. Іс қозғалғаны белгілі, мән-жайы жайлы әлі айта жатармыз. Ал Ғабидолла Әбдірахымов несімен есте қалды. 2016 жылы Шымкент әкімі лауазымда ол жұмысқа күнде велосипедпен келетінін және осы барлығына үлгі болсын деген екен. Артынан өзінің және өз қол астындағыларына 1 айға қызметтік автокөлікпен жүруге тыйым салған. Қоғамдық көлікпен жүруге кеңес берді. Лондонда түсірілген видеосы да бар әрине. Қазақстанда тұрып жұмыс жасаған дұрыс деген болады.